Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге наурыз көжені дайындайтын боламыз. Ең бірінші 7 дәнімізді дайындап алайық. Олар ақ жүгері, ноқат, жұлдызша макарон, тары, сары жүгері, бидай және де соғымнан алып қалған сүрленген етіміз. Ең бірінші етімізді пісіріп аламыз. Содан кейін сары жүгеріміз бен ақ жүгерімізді пісіріп аламыз. Содан кейін үлкенірек ыдысымызға салып қоямыз. Келесі кезекте ноқатымызды пісіріп салып аламыз. Содан кейін бидайдан кейін тарымызды салып аламыз. Міне біздің етіміз пісті. Енді оны видеода көрсетілгендей қылдыртып, 4 бұрышты қылдыртып кесеміз, яғни тураймыз. Міне біз жұлдызша макаронымызды да пісіріп алдық. Енді оны да осы ыдысымызға салып аламыз. Біз етіміздің барлығын турап алдық. Енді бұны да үлкенірек ыдысымызға барлығын бірге салып, жақсылап араластырамыз. Міне дайын болып қалды. Енді кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша қатық, құрт, айран қосуға болады. Біз айранымызды қостық және де жақсылап араластырамыз. Міне осындай наурыз көже дайын болды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.